Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрінің нұсқауына сәйкес 2021 жылдың 30 қыркүйек және 30 қазан аралығында республика көлемінде таза қала рейдтік іс-шарасы жүргізілуде. Аталған іс-шара барысында Қаратау ауданы бойынша Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 505 бабы, яғни қалаларды, елді мекендерді абаттандыру қағидаларын бұзу, инфрақұрылымын бұзу және сондай-ақ Қазақстан Республикасы әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 434 бабы, ортақ пайдалану орындарын ластау баптары бойынша тиісті жұмыстар атқарылуда. Қаратау аудандық полиция қызметкерлерімен аталған іс-шара барысында әкімшілік құқық бұзушылықтар анықталып, тиісті әкімшілік хаттамалар толтырылуда.